бірінші практикалық сабақ шалкиіз тұлғалардың көркемдік ерекшеліктері. Жоспары: өмірбаяны, шығармашылығы, нақыл сөздері, жырау би темірге бірінші толғауында. Қорытынды: шалкиіз тіленшіұлы 1465-1560 жылдар аралығында өмір сүрген жырау. Орта ғасырлардағы қазақ поэзиясының көрнекті өкілі. Шалкиіз жас кезінен-ақ ержүрек жауынгер әрі талантты жырау ретінде даңққа бөленді. Жігіттік шағы Ноғай Ордадағы Мұса бидің маңайында өткен. Кейіннен Ұлы Орданың әміршісі Мансұрұлы Темір бидің және Ноғайлы Жүсіп бидің төңірегіндегі өмірінің соңғы кезі қазақ ханы Хақназар маңында өткізді. Шалкиіз туындылары орыс тіліне аударылған ақын-жыраулардың бірі. Оның шығармашылығын сол дәуірдегі орыс оқымыстылары мен зерттеушілері жоғары бағалаған. Темір биге айтқандары әртүрлі жинақтар мен басылымдарда бірнеше мәрте басылды. Жыраудың қазақ көне әдебиетіндегі орны ерекше. Шалкиіз жырау ғұмырының көп бөлігін Ноғай Ордасының билеушісі Темір бидің қол астында өткізген. Турашылдығымен, әділдігімен, даналығымен ел алдында беделді болды. Өмірінің соңғы жылдары Хақназар хан тұсындағы қазақ мемлекетінде өткізген болатын. Шығармашылығына келетін болсақ, жырау туындылары әсерлі, өткір, әз сөзге көп мағына сыйғызған, сұлу сазды көркемдігімен ерекшеленеді. Оның шығармасынан орта ғасырлық қарапайым көшпелілердің өмірі туралы нанымды, моральдық, этикалық түсінікті көрініс тапқан. Асқар тау, қоғалы көлдер, арғымақ ару аттар, ор қоян және тағы да басқа. Шалкиіз шығармаларында ерлік рухқа, асқақ романтикаға толы жырларды жеткілікті. Алаштан байтақ озбасы, жапырағы, жасыл жаутерек, ер шопан, тағы басқа. Шалкиіздің халық арасында ең көп тараған шығармалардың бірі ол би темірге айтқаны. Би темір қажы сапарынан тоқтауға айтқан толғаулары. Ол ертедегі қазақ поэзиясының өлең өрнегін байытқан ақын. Шығармалары алғаш 19 ғасырдан бастап қағаз бетіне түсе бастаған. Қазан төңкерісіне дейін орыс және қазақ тілдерінде 1875 жылы записки Оренбургского отдела Императорского русского географического общества жинағында жарияланған. Кейін аталған жинақта Астраханский вестник газетінде, Ыбырай Алтынсариннің қырғыз хрестоматиясында және тағы да басқа жинақтарда, ал кеңес дәуіріндегі ертедегі әдебиет нұсқалары Алдаспан, 15-18 ғасырлар қазақ поэзиясы, 5 ғасыр жырлайды жинақтарында жарық көрген болатын. Нақыл сөздері: жаманнан туған жақсы бар, адам айтсан алғысыз, жақсыдан туған жаман бар, бір аяқ асқа алғысыз. Жақсының өзі өлсе де сөзі өлмейді. Жақсының жақсылығы сол болар, жаманмен қосылып сөйлемекке ар етер. Жаманның жамандығы сол болар, сөйлесе бетін қарар етер. Саған дұшпан, маған жау, шағырмақ бұлт жайдастар, әділ жігіт ел бастар. Жез қарғылы құба аралан, қорашыл төбет болған күн, тең атаның ұлы едің, дәрежеңді артық етсе тәңір етті. Тұсында болған мәртті қорлама, табылмайды керекте. Бар күшіңді сынамай, балуандармен күреспе. Жоғары қарап оқ атпа, жақын түсер қасыңа. Жақсы да келер бұл көпке, жаман да келер бұл көпке, деген екен. Жырау би темірге бірінші толғауында: сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін, сен сұлтансың, мен құлмын, сен сұңқарсың, мен құлмын. Саған дұшпан, маған жау, керекті күні алдыңда. Ғазизленген сұлтан, жаным аяман, деп би темірдің бейнесін асқақтатып көрсеткен. Қорытындылай келсек, Шалкиіз ұлы жыршы. Бізге жыраудың 600-ден аса өлең шумақтары жеткен. Белгілі өлеңдерінің бірі Ер шопан туралы дастанында ақын батырдың ерлік істерін жырлайды. Шалкиіздің шығармалары адамға рухани күш беріп, даналық сөздері мақал-мәтелге айналған. Ол дүниеге бекер келмедім десең, өмірде артыңа жақсы бір іс қалдырғаның дұрыс деген өсиет қалдырған. Өз халқының нағыз ұлы Шалкиіз жырау өз шығармаларында адамгершілікті, махаббат пен қайырымдылықты, өз туысына деген жанашырлық пен отанды сүю туралы толғанысын халқына жеткізе білген. Енді тапсырмаларға кезек берсек, бірінші тапсырма: кім жылдам ойны? Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Шалкиіз жырау қай ғасырда өмір сүрген және оның шығармашылығы қандай дәуірмен байланысты? Екінші сұрақ: жыраудың поэзиясында қандай негізгі тақырыптар көрініс тапқан?
Үшінші сұрақ. Шалкиіз жыраудың шығармашылығы қазақ әдебиетіне қандай үлес қосқан? Төртінші сұрақ. Оның жырларынан қандай дәстүрлі жыраулық өнердің ерекшеліктерін байқауға болады? Бесінші сұрақ. Шалкиіз қай билеушінің сарайында жыраулық қызмет атқарды? Және сол билеушімен қарым-қатынасы қандай болды? Алтыншы сұрақ. Шалкиіз жыраудың шығармалары қазіргі қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қалай әсер етті? Келесі екінші тапсырма өзіндік жұмыс. Сұрақтарға тест түрінде жауап беріңіздер. Шалкиіз жырау қай ғасырда өмір сүрген? А. 15-ші ғасыр, Б. 16-ші ғасыр, С. 17-ші ғасыр, Д. 18-ші ғасыр. Екінші сұрақ. Шалкиіз жырау қай халықтың жыраулық дәстүрінің өкілі? А. Қырғыз, Б. Қазақ, С. Өзбек, Д. Түркмен. Үшінші сұрақ. Шалкиіз жырау қай билеушінің сарайында жыраулық қызмет атқарды? А. Абылай хан, Б. Есім хан, С. Бөкей хан, Д. Ноғайлы би Мұса. Төртінші сұрақ. Шалкиіз жыраудың шығармаларында қандай негізгі тақырыптар қозғалған? А. Ғашықтық жырлар, Б. Соғыс пен ерлік, елдік пен билік, С. Діни уағыздар, Д. Егіншілік пен шаруашылық. Бесінші сұрақ. Шалкиіз жыраудың өлеңдері қандай үлгіде сақталған? А. Жазба түрінде, Б. Ауызша, С. Археологиялық жазбаларда, Д. Тасқа қашалған күйде. Алтыншы сұрақ. Шалкиіз жыраудың шығармалары қазақ әдебиетінде қандай рөл атқарды? А. Исламдық ағартушылық бағытты қалыптастырды, Б. Қазақ эпостық жырлардың негізін қалады, С. Жыраулық поэзияның дамуына ықпал етті, Д. Тек ноғай әдебиетіне әсер етті. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.